Ассалаумағалейкум ағайындар. Мына бүгін 4 декабрьдің желтоқсанның Құда қаласа осы объектіміз алдында алып қойғанбыз. Енді осыны бітіру керек болып тұр. Бұның сыртына кересек бір шестигранник бар. Пианино потолок болады. Мына регелдердің бәрі түгел қапталады. Орталары шахмат болады. Ақ глянцпен серый матовый болады. Комбинация жасап толық жасап береді балалар. Міне материалдарымыз келді. Лесаларымыз, ағаштарымыз жартысы келді. Құда қаласа балалар жұмысты бастайын деп жатыр. Осындай дәу үй екен. Құда қаласа толық жасап береміз. Мына жерінде де бір холдың несі бар. Bu yerде есік болады екен. Мынаны ішін қаптап береміз. Құда қаласа біткеннен кейін толық видеосын салам. Назарларыңызға рахмет. Ассалаумағалейкум ағайындар. Міне келесі объектіміз бітті. Ақ глянцпен серый матовый болды. Суағары серый болды. Міне осындай кереметті үй, дәу үй екен. Полный жасап бердік. Алдарына полный регелдер қапталды. Суағарлар өзінің уклондарымен қойылды. Мерде кіреберіс жерін бәрін өзінің паласаларымен ровный, қалай қарасаңыз да углдарымен әдемі шықты. Суағарларын дополнительно нерден 45 градуспен сынып төмен қарай түсті. Фундаменттің жанынан углдарын бәрі целый шықты. Мынау жігіт істеген, шақ деген жігіт. Өте керемет шықты. Пианино потолок бұл. 2025-тің хит болып атқан дизайн жасап бердік. Мына ерінде тоже бір балкон сияқты бар екен. Бұған люк жасап кеттік. Құда қаласа проводтарын бәрін шығарып, бәрін жасап кеттік. Каналға жазып лайк басып қойыңыздар. Мына бұл ровныйда объектіміз. Меха қарасаңыздар, үй өте үлкен болғаннан кейін ортасынан дополнительный тағы бір труба жібердік. Суағарын қойып кеттік. Бұрыштардың бәрі целый шықты. Бүгін 12-сі желтоқсан, Құда қаласа толық бітірдік. Қазір газель кесе балалар лесаларын жинап қойды. Каналға жазылып лайк басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.